Тамғалы тас петроглифтері. Өткен ғасырдың мәдени ескерткіштері, тасқа қашалған жазбалар Қапшағай қаласының аумағында Іле өзені маңында орналасқан. Оларды жазба тастар, қызыл тастар деп атайды. Ал жергілікті тұрғындар тамғалы тастар деп атайды. Тамғалыны ежелгі шығармашылық көрме десек те болатын шығар. Себебі тас бетінде қашалған суреттер тарих қойнауының тереңде жатқандығын айғақтайды. Онда жануарлар мен адамдардың ежелгі өмір сүру салты бейнеленген. Археологиялық кешен түрлі тарихи кезеңдерге қатысты 5000-нан аса петроглифтерді және қоныстар, қорымдар, оба молалары, құрбандық шалу, тас уату орындары сияқты басқа да бірнеше ондаған ескерткіштерді қамтиды. Кешеннің неғұрлым құнды бөлігін орта қола дәуіріне жататын петроглифтер құрайды. Олар тайпа аралық ғибадат орнымен тікелей байланысы бар деген болжамды айғақтайды. Тамғалы бұл ежелгі шығармашылық көрме. Оның суреттерінде адамдар мен жануарлар, ежелгі адамдардың өмір қалпы суреттелген. Суреттер тақырыбы әртүрлі. Адамдар, жануарлар, ат шабармандар, аң аулау сәті, адам өміріндегі құрбандық шалу рәсімі, салттық жоралғылар, билер. Ежелгі шеберлер тас заттарын тегістігіне қарай қолданып, күнге қарай төзімділігі үнемі ескерген.